Сәлем балақай. Біз бүгін көлемдермен танысамыз. Кішкентай, орташа, үлкен деген ұғымдар. Анарларды арбаға тиеп көмектес. Кішкентай анарды кішкентай арбаға саламыз. Орташа анарды орташа арбаға саламыз. Үлкен анарды үлкен арбаға саламыз. Ал енді алмаларды арбаға салайық. Кішкентай алма, орташа алма, үлкен алма. Керемет. Ал енді құлпынайларды өзің салып көр. Тамаша, керемет, жарайсың. Ал балақай, енді шиелерді арбаға бірге орналастырайық. Кішкентай шиені кішкентай арбаға, орташа шиені орташа арбаға, үлкен шиені үлкен арбаға саламыз. Енді маған асқабақтар керек. Асқабақтарды да арбама салып бер. Кішкентай асқабақ, орташа асқабақ, үлкен асқабақ. Тамаша, жарайсың. Мен енді мерекеге өрік апаруым керек. Өріктерді ретімен арбама салып берші. Керемет, сен өте ақылды екенсің. Ұғымдардың барлығында есіңде сақтап алдың. Балалар апельсин жегісі келеді екен. Ендеше апельсинді арбаға салып, оларға апарайын. Кішкентай апельсин, орташа апельсин, үлкен апельсин. Балақай, сен бүгін кішкентай, орташа, үлкен ұғымдарын есіңде сақтап алдың. Жарайсың. Сау бол.